Сәлеметсіздер ме? Менің арнамның көрермендері мен оқырмандары, біз сіздермен бірге Гринскейп, яғни бақша пейзаждарының ойнайтын боламыз. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетулеріңізді сұраймыз. Сонымен қатар біз жалғастыратын боламыз. Менің алдыңғы видеоларымды көрген болсаңыздар, міндетті түрде лайк басып кеткен сіздерді деген үміттемін. Мына бәле тағы да бастады. Күте тұрайық, кішкене. Біз сіздермен бірге 91-ге 100-ші кезеңге дейін өтетін боламыз. Ендеше бастайық. Егер де тамақтанып отырсаңыздар, астарыңыз міндетті түрде ас болсын. Астарыңыз дәмді болсын дейін. Ешқашан да ауырмай бақытты болып жүре беріңіздер. Так. Бізде қазір осы 91-ші кезең ғой. Так. Ё-моё. Бұлардың барлығын көрген қажет жоқ. Себебі біз 91-ші кезеңді өтіп тастадық. Енді келесі кезең бұл 92-ші кезең болып саналады. Кеттік. Сіздер видеоға лайк басып, және де арнаға тіркеліп кеткен үміттемін. Ол маған өте риза қалдырады, және өте бақыт қалдырады. Мынандай екеу тұрған түрлі түсті дискілерін қолдануға болады ғой. Екеу бірге тұрған. Қазір розовый түсті гүлдерден 20 тау қол жеткізді. Жарайды. Мынандайды қолданық. Бірақ айтқанда қолдандық біз. Басқа енді қолданбаймыз. Жарылғыш. Және салют ататын от шашу. Он төртеу. Енді алмұрттары дамасақ. Сары алмұрттарын. Біздің бары 13-ақ қозғалыстарымыз ғана қалыпты. Енді менде мына нәрсені өтіп тастадым. Міне бұл жерде әдемі болып тұр.
бұл жердің барлығы да бақша деп аталады. Ой, аталады емес, саналады. Мынаны да өткен. Және мына жердің барлығында өткен болатын. Міне осылай бітірдің барлығын. Қандай әдемі көрініс болып тұр. Остин деген кейіпкеріміз рандомды жерлерден пайда болып шыға беруі мүмкін. Енді біз кезеңімізді жалғастырамыз. Сонымен қатар 93-ші кезең. 93-ші кезең. Петарды жарылғышын қолданық. Және мынандай түрлі түсті дискілеріміз туралы ұмыт кетпейік. Мынандай қолдану керек. Саған достар, қарап көріңіздер. Мына жерде ең астыңғы жерде 1, 2, 3, 4, 5 түрлі түсті дискілер бар. Біз солардың қайсысын қолданамыз? Мынаны екеуін қолданайық. Бәрін бір-бірге. Бізде ең бар болғаны бір қана қарбыз қосылған шырғын ғана қапты, біреу ғана. Өзіміздің қозғалыстарымызды келтіре бермеуге тырысайық. Бекер бостан-босқа келтірмейік деймін. Енді салют шашуларын қолданайық. Бұл не дыбыс деп сұралған жазылар. Мен де байқамасан осы сұрқын. Енді біз жалғастырамыз. Мынандай түрлі түсті дискілерімізді. Түрлі түсті дискі. Андағы шырын қосылған. Сен ғана өңдің не? Шырын қосылған не? Шырын қосылған депін ғой? Қарбыз қосылған. Мен ағылшын дейін ба? Ағылшын дейін ба? О, міне тапсырмамыз орындады. Енді бұларды көру қажет жоқ. Осы сенің де бізді қолдап тұрғанына да үлкен рахмет. Сонымен қатар 94-ші кезеңге келдік. 94-ші кезеңге келіп жеттік. Ары қарай біз 100-ші кезеңге дейін өтіп видео жазбамызды жалғастырамыз. Ой, жалғастырамыз деппін ғой. Аяқтаймыз. Так. Бізге ең керегі ол мына жердегі жаңғақтар екен ғой. Қазір жаңғақтар ғана бізге керегі. Міне 30 жаңғақ. Жиырма бір жаңғақ.
міне өте дұрыс болды. Өте дұрыс болды. Победа, которая досталась тяжело, самая сладкая. 95-ші кезең. Иә, бәрі түсінікті осы. Мынау слизмдер ме? Жасау болып төс келіп тұрған слизмдер ғой да? Болды. Слизмдер. Мә саған неше түрлі жарылғыштар және салют от шашулар 88 бар болғаны. 88 теңгелер. Ё-моё. Бізде тек қана слизмдер ғой керек болған. Слизмдерден басқа бізде ештеңе артық болмады ғой. Слизмдер біздің жабық. Бір қана қозғалысымыз қалды, достар. Керемет. Николай, мне бы так хотелось осуществить идею Кэтрин. 97-ші кезең мәсіған өте қиын кезең екен. Сонымен де өткілік. Біріншісінен қойып өткіздік. Мына жердегі мына оңбағандар.
Wow. Меден 3-ші орынға өтсек болғандағы жарыста. Wow. Міне. Үлкен рахмет. Тіпті түрлі түсті дискілердің екеуінен берді. Өткілік. Мінекей достар, өздеріңіздің көріп тұрғандарыңыздай біз 81-ші, 91-ші кезеңдердің барлығынан өтіп тастадық. Енді біз
Енді біз өзіміздің 100-ші кезеңімізге қол жеткіздік. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, менде 51 тау түрлі түскі тискі және 43 мынандай рандомды петарды мен бір мынандай бар, түрлі түсті дискі бар және бітпейтін жарылғыш берді маған. Біз сонымен қатар видеомызды енді осымен аяқтай аламыз. Колеса фортуны көрікті. Андақ кетіп қалды ғой, сорлы. Ендеше сау болыңыздар. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Мен сіздерге барынша бақыт тілеймін.